жалпы түсіретін тыныш жер таппай жүргем. Бір жерге жұмыс жағыма келген кезде тыныш деп ойласам, бұл жерде тоже садовниктер жүр екен, бағбаншылар. Бірінші оқиға ол жалпы неден басталды, бәрі 22-ші жылы басталды. 22, 23, 24, 25, иә. 9-шы класстың сыныбы. 9-шы сыныптың оқушысы, то есть. Біз май айында, бір айдың ішінде эссеге дайындалдық қазақ тілінен. Сөйтіп ол 20 балдан 19 балл жинады. Сөйтіп менің репетиторлық қызметім содан басталды жалпы. Егер мен өзіме сондай мақсат қойдым да, егер де бұл қыз жақсы тапсырса, значит мен типа не зря знаю твои языка 15 лет деймін. Жаңағы репетиторлықпен айналысуға болады деген сөз деп ойладым да, сөйтіп нәтижесі жақсы болды. Сосын біз дайындалу барысында жалпы қыздың сөздік қоры жақсы, үйінде дайындалдық. Сосын неше түрлі тақырыптарға эссе жазған кезде ол қыздың өзі таңғалды. Қаншама мәлімет білесіз деген сияқты. Мен жалпы ойлайтын тұғым, менің бұрынғы жаңағы қалай айтсам екен, сан жерде жұмыс еңбек өтілім бар ғой, сол текке кетті ма деп сөйтсем текке емес екен. Сондықтан да пайдасы тиді. Минус деп ойлағанмын да мен. Сөйтсем жоқ. Сол бірінші оқиға солай.